Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте дәмді шығатын сүзбелі бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Қамырын жасау үшін жұмсақ сары майды құмшекермен араластырып аламыз. Үстіне жұмыртқа салып, бір келкі болғанша араластырамыз. Қамыр қопсытқышты ұнмен араластырып, електен өткізіп аламыз. Жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырды 20-30 минутқа мұздатқышқа қойып аламыз. Ал енді салмасын дайындап аламыз. Үй сүзбесіне қаймақ, құмшекер, жұмыртқа, крахмал, ванилинді қосып, бір келкі болғанша блендермен араластырып алдым. Мұздатқыштан қамырды алып, аздап ұн сеуіп отырып жайып шығамыз. Пирогтың шеттеріндегі бортиктерді көз мөлшерімен кесіп аламыз. Қалған қамырды қайта жайып, формамен кесіп аламыз. Дайын болған қамырларды формаға жақсылап жайғастырып шығамыз. Үстіне сүзбенің жартысына көбін құйып, жидектерді крахмалға аунатып алып қойып шығамыз. Қалған сүзбені құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 45 минутқа пісіріп аламыз. Пісіп шыққан пирогты суытып алып, кем 3-4 сағат тоңазытқышқа қойып аламыз. Үстіне ерімейтін қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Сүзбелі бәліш дайын болды. Видеоны аса лайк басуды ұмытпаңыз.